Hello everyone. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде ағылшын тілі 4-ші сынып, Top Stars for Kazakhstan, Grade 4, 46-47, 48-49 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Lesson 3, Our Work Professions. Exercise 1, Listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, көрсетіп айтамыз. Chef, аспаз. Cow, сиыр. Farm, ферма. Taxi driver, такси жүргізушісі. Drive, жүргізу. Astronaut, астронавт. Spaceship, әуе кемесі. Sleeping bag, ұйықтайтын қапшық. Exercise 2, read the title and look at the pictures. What do the three people do? Then listen and read. Екінші тапсырмада сурет бойынша мәтінді оқып шығамыз. 3 адам қандай жұмыс атқарады? Тыңдалымды тыңдап оқимыз. People at work. Адамдар жұмыста. This is Jania. She's a chef. She works at a restaurant. On Sundays she doesn't work. She plays volleyball with her friends. Бұл Жания. Ол аспаз. Ол ресторанда жұмыс жасайды. Жексенбі күндері ол жұмыс істемейді. Ол достарымен волейбол ойнайды. This is Maksat. He's a farmer. Every day he gets up at 6 o'clock. He feeds the cows and the sheep on his farm. On Saturdays and Sundays he doesn't work on the farm. He drives a taxi. He's a taxi driver. Бұл Мақсат. Ол фермер. Әр күні ол сағат 6-да тұрады. Ол сиырын және қойларын тамақтандырады фермада. Сенбі жексенбі күндері ол жұмыс жасамайды фермада. Ол таксимен жүреді. Ол такси жүргізушісі. Үшінші сурет. This is Tom. He's an astronaut. When he's on the spaceship, in space he doesn't sleep on a bed, but in a sleeping bag. He gets up at 6 o'clock in the morning and exercises. Then he does his work. He gets to bed at 9 o'clock. Бұл Том, ол астронавт. Ол ғарышта ұшқан кезде, ғарыш кемесінде. Ол төсегінде ұйықтамайды, бірақ ұйықтайтын қапшығында ұйықтайды. Ол сағат 6-да тұрып таңертең жаттығу жасайды. Сосын өзінің жұмысын жасап, сағат 9-да ұйқыға кетеді. Exercise 3, read activity 2 again and write yes or no. Үшінші жаттығуда екінші жаттығуды қайтадан оқып, сұрақтарға жауап береміз. Я немесе жоқ. 1. Jania is a taxi driver. No. Jania такси жүргізуші емес. 2. Jania works on Sundays. No. Jania сенбі күндері жұмыс жасамайды. 3. Мақсат is a farmer. Yes. Мақсат фермер. 4. Мақсат doesn't work on the farm on Saturdays and Sundays. Мақсат сенбі жексенбі күндері жұмыс жасамайды. Yes. 5. Tom doesn't sleep on a bed. Yes. Tom төсегінде ұйықтамайды. 6. Tom goes to bed at 9 o'clock. Yes. 9-да Tom ұйықтайды. Келесі grammar. The present simple negative. Осы жақтың болымсыз түрі. Мысалы, I don't drive a car. Мен машина айдамаймын. He, it doesn't get up at 8 o'clock. Ол сағат 8-де тұрады. He деген ұлға айтылады, she деген қызға айтылады. It деген жануарға және жансыз заттарға. We, you, they don't walk to school. Біз, сендер, олар мектепке бармайды. He, she, it деген есімдіктерде doesn't қолданылады. Ал I, we, you, they деген есімдіктерде don't қолданылады. Plural nouns. Cow, cow, sheep, sheep, fish, fish. Көпше түрі. Барлық заттарға s жалғанады, бірақ sheep, fish деген сөздерге s жалғанбайды, солай қалып қояды. Бірақ бұлар көпше түрі болып есептеледі. Exercise 4. Listen and tick. 4-ші тапсырмада тыңдалым тыңдап, дұрысын белгілейсіздер. Бұл тыңдалымда фермер жайлы айтылып тұр. A-ді белгілейміз. Exercise 5. Write the sentences in the negative. 5-ші тапсырмада сөйлемдерді болымсыз түрге айналдырып жазамыз. 1. I drive a taxi. I don't drive a taxi. 2. Darmen feeds the animals on his farm in the afternoon. Darmen doesn't feed the animals on his farm in the afternoon.
3. Tamiris doesn't work at the restaurant. 4. These children don't get up at 7 o'clock in the morning. Speaking task exercise 6. Choose a man or a woman and say, have your partner guess the picture. 6-ші тапсырмада әйелді немесе ер адамды таңдаймыз, сол туралы айтып береміз. Сенің досың оны табу керек кім екенін. Мысалы, it is a man, he doesn't put out fires. He doesn't drive a taxi. It's picture A, he is a farmer. Ол ер адам, ол өрт сөндірмейді, және ол такси айдамайды. Келесі бала жауап береді. Бұл A суретіндегі фермер. 2. It's a man, he drives a big red fire engine. He puts out fires. Жауабы picture B, firefighter. 3. It's a man, he drives the people in a yellow car. Жауабы picture C, taxi driver. 5. It's a woman, she helps sick people. She wears a white coat. Жауабы picture E, doctor. 6. It's a woman, she takes care of animals. Жауабы picture F, vet. The next one, келіспет. Lesson 4, plain and write. What do you do? Exercise 1, listen, point and say. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, көрсетіп айтамыз. Dentist, тіс дәрігері. Fix teeth, тістерді түзету. Photographer, фотограф. Grammar, what do you do? I'm a photographer. I take photos. Сен не істейсің? Мен фотографпын. Мен суретке түсіремін. Exercise 2. Work in groups of 4. Choose, ask and answer. Then write. Екінші тапсырмада топпен жұмыс жасау, 4 адам болу керек. Таңдап сұрақ қойып жауап береміз. Сосын жазамыз. What do you do? I'm a vet. I help animals. Сен не істейсің? Мен мал дәрігерімін. Жануарларға көмектесемін. Name тұрған жерге мамандықтың аттарын жазамыз. Job деген жерге не істейтінін жазатын боламыз. Dentist fix teeth. Firefighter put out fires. Doctor save people. Vet help animals. Pilot drive a pilot. Farmer feed animals. Taxi driver drive a car. Photographer take a photo. Exercise 3. Choose 4 jobs in activity 3 and write sentence in your notebook. For example, I am a photographer. I take photos. 3-ші тапсырмада суреттегі 4 мамандықты таңдап, сөйлемдер құрастырып жазамыз. Мысалға, мен фотографпын. Мен суретке түсіремін. I'm a farmer. I take care of animals. I'm a doctor. I help people. I'm a taxi driver and I drive a car. I'm a pilot. I drive a plane. Келесі бет. Lesson 5. Exercise 1. Listen and repeat. Тыңдалым тыңдап қайталаймыз. I've got a toy plane. It's black and blue. It can fly. Де ұшақ ойыншығы бар. Ол қара және көк. Ол ұша алады. Plane ұшақ. Black қара. Blue көк. Fly ұшу. Exercise 2. Listen and read Daniel's poster. 2-ші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, Даниэлдің постерін оқимыз. This is my mom. Her name is Jania. She is chef. She works at a restaurant. Бұл менің анам, оның аты Жания. Ол аспаз. Ол ресторанда жұмыс жасайды. This is my dad. His name is Arlan. He's a police officer. He helps and saves people. Бұл менің әкем. Оның аты Арлан. Ол полиция офицері. Ол адамдарға көмектеседі және құтқарады. Exercise 3. Put the words in the correct order. 3-ші тапсырмада сөздерді дұрыс орынмен қоямыз. 1. Dania gets up at 6 o'clock every day. 2. Alinur plays basketball on Mondays. 3. My dad works at a restaurant. Exercise 4. Go to workbook. Page 48. Choose project and present it. 4-ші тапсырмада
48-ші беттегі дәптерді ашамыз, проект жасаймыз. Сыныбыңа көрсет. Мысалы, this is my mother, her name is Madina. Осылай атын өзгертіп, әкеңіз туралы жазуыңызға болады. Және қасына сурет қоюыңызға болады. Осылай ата-анамыздың біреуін суреттеп айтып береміз. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай, сау болыңыздар.